Сөзінде Алласы бар, бірақ көңілінде Алласы жоқтар ғалым бола алмайды. Түнгі әңгіме. Ғалымның да ғалым болмаса да, қарапайым тақуа кісінің де ұйқысы ғибадат болмақ. Ғалым Алланы танытпаққа еңбек жазып, арасында тыныққаны үшін, тақуаның түнде тұрып, ғибадат жасамаққа ниеттеніп жатқаны үшін ұйқылары құлшылық болмақ. Әрине, бұл жердегі ғалым дегенімізде тақуа ғалымдар. Сөзінде Алласы бар, бірақ көңілінде Алласы жоқтар ғалым бола алмайды. Бұл ауылда мына жұманың мүбәрәк түнінде аздан соң тұруға ниеттеніп, ұйқыда ғажайып түстер көріп жатқандар қаншама десеңізші. Олар біз секілді түн ішінде елдің мазасын алған жапалақтай ұйқысы қашқандар емес. Жүрегін зікірге, санасын пікірге толтырып, тақуалықтары ихсан ернеуінен тасығандар. Ассалаумағалейкум. Бұл тағы сіз бе едіңіз? Түн ішінде кімге сөйлеп тұр деп келсем? Уағалейкум ассалам. Сен әлгі жаңа жылды тойламақ болып жүрген бала емессің бе? Содан бері көрінбей кеттің ғой. Түн жамылып, қайда бара жатырсың? Ой аға, соның бәрі бекершілік екен. Тәубеге келдім. Мына ауылдың мешітіне бара жатырмын. Мына уақытта ма? Қазір жабық қой. Онда аға, дұғаның қалай қабыл болатыны туралы бір сыры айтып беріңізші. Сол сырды білсем, қазір ақ мына еліміздің бірлігі мен екі дүние бақыты үшін дұға етер едім ғой. Айтпақшы, сол сыр дәл мына қазіргі кезеңнің ішінде бар. Жұманың осы түннен күні батып, сенбінің ақшамы кіргенге деген аралық. Бұл қиындау екен. Басқа оңай жолы бар ма? Оңай жолын іздесең, дұғадағы ықылас қой. Айтпақшы, ұйқың қашса, осы жайында бір әңгіме айтып берейін. Айта беріңіз. Әл-Қисса. Бұл бір болған оқиға. Әлгі есіңде болса, Қағбаның жанындағы бір әулие кісімен жолыққан досым айтқан еді. Бұдан 30-40 жыл бұрын арнайы көлік жалдап, бір топ қажы шалғай жерде Меккеге қажылыққа аттанды. Арасында заты есімде, аты есімде жоқ. Сол себепті Абдулла деп айтайын. Бір мүбәрәк кісі бар еді. Айтқан кісінің өз аузынан көркемдеп тыңдалық. Сонымен бәріміз мәре сәре болып жолға шықтық. Ол заманда қажылыққа бару екінің бірінің нәсіп бола бермейтін. Жолай бір-бірімізге уағыз насихат айтып, зікір, салауат айтсақ та, жеткенше тағат таппадық. Әсіресе әлгі Абдулла ғажайып мүбәрәк жан еді. Өзі бір түрлі қызық адам. Не айтсаң, имандай сене береді. Өтірік деген ұғымды мүлде білмейтін еді. Оның көңіл күйі мүлде бөлек болды. Бейне бір пайғамбар заманына бара жатқандай, қазір бара қалса, алдынан Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, шығып, күтіп алып, қош келдің, Абдулла, дейтіндей сезімде еді. Әсіресе Қағбаны алғаш көргенде, біз іштей сезімге бөленіп, жылауға бір-бірімізге қарап
тосырқап тұрсақ та, ол бар дүниені ұмытып, Қағбаға қарай ұмтылды. Минада, Арапатта да бізбен бірге жүрсе де, сырттай бізбен, бірақ өзі басқа бір әлемде жүргендей еді. Біз қажылықтан соң елге қайтуға дайындалып, алдымнан барған кім шығар екен, мүбәрәк қолымызды қай күнәһар пенде алар екен, оларға не алсам екен деп базар аралап жүрсек те, ол бізден оқшауланып Қағбаның алдынан шықпай қойды. Ол кезде Қағбаның айналасы қазіргідей емес, ашық болатын. Көлігіміз де Қағбаға қол созым жерде тұрған еді. Біз бәріміз көлікке мініп кетуге оңтайлансақ та, әлгі Абдулла қол созым жердегі Қағбаның қасында дұға қылып жылап тұрды. Осы кезде менің ойыма бір пікір келіп, қасындағыларға сонымды айтып, Абдулламен әзілдесетін болып келістік. Бір кезде Абдулла Қағбаға қарай зорға көлікке мінді. Сонда мен: «Әй Абдулла, Қағбаны қимай тұрсың ба?» «Әрине, солай де. Абдулла, осы түні мен бір түс көрдім. Түсімде маған аян беріліп, осы жасаған қажылығымның қабыл болғанын білдірді. Ал сен ондай түс көрмедің бе?» Кенеттен Абдулланың түсі өзгеріп кетті. «Жоқ, мен көрмедім». «Қалайша?» «Осы отырғанның бәрі түсінде дәл менікі секілді түс көріпті. Бәрімізге бірдей аян берілгенде, сен қалай жалғыз қалып қойғансың?» Ол көлік ішіндегі қажылардан жеке-жеке сұраған еді. Бәрі «Иә, солай» деп жауап берді. Абдулланың түсі өзгергені сол, көздерінен жас тамшылап, жаймен төмен қарай сорғалай бастады. «Қалай? Бәрінің қажылықтарын қабыл болып, менікі қабыл болмағаны ма?» «Кім білсін? Алла біледі». «Жоқ, бұлай болмайды. Болмайды. Я Алла, мына пенделерінің бәрінің қажылығын қабыл етіп, мені жалғыз тастағаның ба? Жақсылармен жүрген жаманды да жақсы етемін, дұғасында қабыл етемін дегенің қайда?» Осылай деп жылаған ол көліктен асыға түсіп, Қағбаға қарай жүгіре жөнелді. Екі қолы аспанда. «Я Алла, я Жаппар, ие!» Қағбаның қасына барған ол көп жылап тұрып алды. Біз артынан кезекпен барып, мұның бәрі әзіл екенін айтсақ та, көнбей қойды. Амал жоқ, кері қайтып, көлік ішінде көп уақыт күтіп отырдық. О, ғажап! Бір кезде әлде бір жақтан қарлығашқа ұқсайтын бір құс көз ілеспес жылдамдықпен көктен құйылып кеп, Қағбаның төбесіне келіп айнала ұша бастады. Аузында тістегені бір-ақ қағаз бар еді. Абдулланың төбе жағына келгенде, сол қағазды тастап кеп жіберді. Әлгі ақ қағаз қалықтап ұшып, дәл Абдулланың жайған екі қолының арасына түсті. Абдулла қағазы ұстай алды да үңіліп қарап қалды. Қол созым жерде тұрған біз бір-бірімізге сауалды нышанмен қарап, қайта бәріміз сол жаққа қарадық. Әлгінде «Болыңдар» деп асыққан көлік жүргізуші де осыны көре қалып іштей тына қалды. Ақ қағазды қолына ұстап, бізге қарай жүгіріп келе жатқан Абдулланың былай деген айқайын естідік. «Менің де қажылығым қабыл болды».
Осылай деп ішке кірген ол қолындағы қағазын көрсетті. Қағазда былай жазылыпты: «Ей Абдулла, қажылығың қабыл болды» деген жазу бар еді. Ол: «Міне, менің де қажылығым қабыл болды. Айттым ғой, Алла көпшіліктің қажылығын, дұғасын қабыл еткенде, оның арасындағы мен секілді күнәһардың да дұғасы мен қажылығын қабыл етеді» деді, жүзінен нұр тамып. Осы кезде көлік жүргізушіден бастап Абдулладан басқа бәріміз ботадай боздап жылай бастадық. Ал ол болса, біздің не үшін жылағанымызды білмей, аң-таң болып тұра қалды. «Иә, солай бала, солай болған, әлі де бола бермек. Қой, қайтайық, ертең малдың кезегі дегендей. Біз қайда, Абдулла қайда? Таң атса, күйкі тіршілік қой баяғы бітпейтін. Енді қай мұсылманға тиісіп, қай мұсылман бізді сынар екен? Мұсылманмын, бірақ қай мұсылманның аяғынан шалсам екен? Қай ғалымның өскенін көре алмасам екен? Қайсысын сынап, алдынан көк аттыдай көлденең тұрсам екен? Сөзі бөлек, ісі бөлек деген осы ғой. Түсіндім аға. Уәссәләм. Құрметті тыңдарман қауым, сіздерге қисса ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдарыңыз.